Сау саламатсыздар ма қымбатты достар. Аягөз қаласы талай айтыскерлерді шығаратын, болашақта талай айтыскерлер шығатын Аягөз қаласы. Атақты айтыскер Ринат Зайтовтың ауылы. Бұл жерде де талай ұлы адамдар шыққан, болашақта да ұлы адамдар талайы шығар деген үміттеміз. Негізі шәкірті ұстазынан шәкірт озбаса деп айтады. Әрине Ринат Зайтовтың да ұстазы керемет болған шығар, бірақ та одан шәкірті озып, республика көлемінде өте танымал, мықты айтыскер болды. Енді Ринат Зайтовтың шәкірттері әлемге танымал, мықты айтыскерлер болама деген үміттеміз. Негізі түркі тілдес халықтар арасында осы айтысты дамытып, айтысатын болатын болса, осы әлемге танымал айтыскерлер көптеп танылар еді деген менің өз ойым бар. Қарасаңыздар, алыстан ағарып көрініп тұрған бұл Аягөз қаласының әдемі салынған әдемі үйлері. Енді жер көлемін әрине мен білмедім қанша шаршы метр алып жатқанын, бірақ та өте үлкен болып көрініп тұр. Жазық жерде орналасқан Аягөз қаласы, әдемі жерде орналасқан, жазық жерде орналасқан, таулары көрінбейді, әрине төмпешіктер болмаса. Енді әдемілігі қазір біраз кіргеннен кейін көрерміз. Енді бұл жерде ерменнің иісі шығады, ермен 40 аурудың емі деп жатады, ермен шөбі, ерменнің иісі шығады. Керемет, енді керемет ерменнің иісі шығуда. Бұл тазалық деп саналады. Қазақ халқында ермен өскен жер, ол өте тазалық делінеді. Қарасаңыздар, енді шынымен әдемі қалаға ұқсайды. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Ислам қызы.